Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, қалайсыздар, амансыздар ма? Сіздерді көргеніме қуаныштымын. Бүгін біз сіздермен бір осындай керемет есеп шығаратын боламыз. Мына теңдеуді шешіңіз дейді. Ал шешіп көрейік оқушылар. Ең бірінші оқушылар, ойыма келетін не нәрсе оқушылар? Мынау жақшаның ішінде түбірасты 2 плюс 1 болып тұр. Ал мына жақшаның ішінде түбірасты 2 минус 1 болып тұр. Оқушылар, әдетте біз білеміз, ана нәрсені білеміз. Қараңыздаршы, мысалы мен бүйтіп айтсам. Бір бөлінген, мысалы, допустим, айта салайын. Түбірастында 3 азайтылған түбірасты 2 дейтін болсақ, иррационалдықтан құтылу дегенді білетін едік қой, дұрыс па? Иррационалдықтан құтылу үшін не істеймін оқушылар? Бұны түбірасты 3 плюс түбірасты 2-ге көбейтемін да, қайтадан түбірасты 3 плюс түбірасты 2-ге қайтадан бөлетін едім. Сол кезде бөлімі көбейтіледі, түбірден құтыламын да оңай болып кетеді. Яғни иррационалдықтан құтылу деген нәрсені білетін едік қой. Енді иррационалдықтан құтылу емес, қайтадан иррационалдыққа бару деген нәрсе де бар екен ғой оқушылар. Ол қалай? Ол мына нәрсе екен. Мына түбірасты 2 минус 1-ді бітсем бола ма? Түбірасты 2 минус 1-ді. Бұл өзі иррационалдықтан құтылып тұр, қалай? Бәрі нормально тұр. Бірақ осы бір нәрсені түбірасты 2 минус 1-ді түбірасты 2 плюс 1-ге көбейтіп, қайттан түбірасты 2 плюс 1-ге бөлсем бола ма оқушылар? Болады, Сонда мына алымы түбірасты 2 минус 1 мен түбірасты 2 плюс 1-ді көбейтетін болсақ, ол а минус б көбейткен а плюс б сияқтанып тұр ғой. Демек ол а квадрат азайтылған b-ның квадраты, ол 1-дің квадраты 1 бөлу мына түбірасты 2 қосылған 1 екен. Так, бұл сонда тең болады, төбесі 1 алымы, ал асты түбірасты 2 қосылған 1 болады екен. Сонда мына түбірасты 2 минус 1-дің орнына апарып, мына бір өрнекті қойсам болады екен ғой, дұрыс па оқушылар? Демек, менің өрнегім теңдеуім былай болады. Бірінші жақша түбірасты 2 қосылған 1-дің x дәрежесі. Мына жақша азайтылған 2-ні көбейтесің. Мына жақшаның кімге айналып кетті жаңа? 1 бөлінген түбірасты 2 плюс 1-дің x дәрежесіне айналып кетті. Ол тең болады екен 1-ге. Так, енді қараңыздаршы оқушылар, жаңа айнымалыға ұқсап тұр ма? Жаңа айнымалыға ұқсап тұр ма? Нені жаңа айнымалыға алсам болады оқушылар? Түбірасты 2 плюс 1-дің x дәрежесін аға теңестірсем бола ма? Мына бір нәрсені аға теңестірсем бола ма? Сонда 1 бөлу түбірасты 2 плюс 1-дің x дәрежесі бұтқаның ол кімге айналып кетеді оқушылар? Ол 1 бөлінген аға айналып кетеді ғой, керісіншесі өйткені. Мынаның жаңағы кері түрі ғой, дұрыс па? Түбірасты 2 плюс 1-дің x дәрежесі ол бізде 1 бөлінген а болып кетеді екен. Сонда мынау а, мына бір өрнегім а, азайтылған 2-ні көбейтесің 1 бөлінген аға, ол тең 1-ге. Так, сонда бұл а квадрат азайтылған 2 бөлу, так, ортақ бөлім бермей тұра тұрайын әзірге. А азайтылған 2 бөлінген а тең 1. Ең бар ортақ бөлім берейін. Наған адам беретін болсақ, сонда а квадрат азайтылған 2 бөлу а тең 1. Енді мына анаяққа көйтетін болсақ, а квадрат азайтылған 2 тең а. Ал енді анаяққа минус қойып жіберетін болсам, сонда сонда бұл а квадрат азайтылған а минус 2 тең 0 екен. Енді мына квадрат теңде шешіп көрейін оқушылар. Вет бойынша дискриминант жалпы шешсем болды ғой. Сонда менің а деген өрнегім тең болады екен вет бойынша 2-ге және минус 1-ге екен. Енді оқушылар, а деген кім еді бізде? А деген ол әу баста мынау болды ғой. Демек осыған қайтадан әкеп теңестіріп қоямын ғой. Сонда түбірасты 2 плюс 1-дің x дәрежесін теңестіремін. Міне аға, а деп отқан бірінші жауап 2 шықты. Ал екінші жауабым кім болды оқушылар? Түбірасты 2 плюс 1-дің x дәрежесі тең, яғни а тең, екінші жауап минус 1-ге. Так, енді қарайық. Мынаны шығара аламын. Енді мынаны көрейік оқушылар, екіншісін көрейік. Мынау оқушылар өзі оң сан, түбірасты 2 қосылған 1 деген оң сан. Оң санның кез келген дәрежесі оң сан болу керек. Демек ол минус санға тең боламайды. Сәйкесінше бұл варианттың жауабы жоқ екен. Енді мынаны ғана шығарсам болды ғой, дұрыс па оқушылар? Осыны ғана шығарсам болды ғой. Демек бүйтейік енді. Енді бүйтіп көрейік оқушылар. Мынандай нәрсе бар еді оқушылар, естеріңізде ма? Мысалы мен бүйтіп айтсам, а-ның x дәрежесі тең b деп айтатын болсам, бұны қалай түсінемін мен оқушылар? Бұны мен логарифм форматын айналдыратын болсам, мен бұны былай түсінемін ғой. Лог а негіздегі b тең x деп түсінемін, дұрыс па оқушылар? Сонда мынау логарифм, мына бір өрнекті, логарифм а негіздегі түбірасты 2 плюс 1 негіздегі b, лог а негіздегі b, яғни 2 тең болады x-ге деп айталам ба? Айталам ғой, оқушылар, дұрыс па? Енді қараңыздар, сонда
x'im тең болып тұр логарифм түп асты 2 плюс 1 негіздегі 2-ге ғой. Бұл да жауап сонда осындай екен. Бірақ бұндай жауап бізде варианттарда жоқ екен ғой. Оқушылар, бұндай жауап жоқ екен. Оны ары қарай апарайын. Енді оқушылар біз андай нәрсені білеміз, логарифм а негіздегі b-на 1 бөлінген логарифм b негіздегі а десем бола ма? Демек мынаны бүйте аламын ғой. X'ім тең 1 бөлінген логарифм айналып кетеді анау 2 негіздегі түп асты 2 қосылған 1 болып кетеді. Дұрыс оқушылар? Міне осындай болып кетеді екен. X'ім сонда осыған тең, бірақ бұндай да жауап жоқ екен оқушылар. Бұндай да жауап жоқ екен. Енді қараңыздаршы, бұны ары қарай апаратын болсам, мысалы мен бүйтіп айтайын. 1 бөлі x болса, бұны бүйтіп айта аламын ба? Мынау как x-тің 1 дәрежесі төбеге не барады? X-тің -1 деп барады. Дәл солай мысалы 1 бөлінген x квадрат болатын болса, x квадратының төбеге, ал мына x-тің -2 дәрежесі барады. Демек, мына өрнегің 1 бөлінген логарифм 2 негіздегі түп асты 2 плюс 1-дің как 1 дәрежесі болып тұр ғой. Дұрыс оқушылар? 1 дәрежесі болып тұр. Демек, бөлімде тұрған 1 дәреже алымына не болып барады? Ол алымына -1 дәреже деп барады екен оқушылар. Логарифм 2 негіздегі түп асты 2 плюс 1-дің -1 дәрежесі екен. Сонда біздің x-тің жауабы, жалпы есептің жауабы осындай болады екен. Жауабы сонда б вариант екен. Оқушылар, есебі ұнаса лайк басып кетіңіздер, каналға тіркеліп, жалпы коммент жазып бөлісіп кетсеңіздер болады. Есеп ұнады деген ойдамын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.